Қайырлы күн достар. Бүгін бізде рубрика жеңіл және тез кешкі асқа идея. Құрамына кез келген азық-түлікті қоссаңыз болады. Лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен азық-түліктерімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге барлығын ұсақтап турау керек. Тез дайын болу үшін сәбіз, пияз кубиктап туралған, ет, және үйде болса тәтті бұрыш, помидор, қызанақ, яғни егер болмаса томат пастасын қосамыз. Етті жақсылап қызартып қуырып аламыз. Оның үстіне пияз, сәбізді салып тағы да 3-4 минут қуырамыз. Жақсылап қуырып болғаннан соң үстіне көкөністерді саламыз. Егер болмаса, жаңағыдай айтқандағыдай томат пастасын қосамыз. Сосын су құйып дайын болғанша бұқтырамыз. Тұз, бұрыш, дәмдеуіштерді өз татымына қарай қосыңыз. Кез келген гарнирмен ұсынсаңыз болады. Бүгін менде күріш, макаронмен, езілген картошкамен, яғни картофельный пюремен ұсынсаңыз болады. Енді гарнирімізді ыдысқа орналастырамыз және үстінен дайын болған подливамызды құямыз. Мен тағы да қосымша жүгері мен горохты қостым, салаттан қалған. Әлі осы рецептпен кешкі ас немесе түскі асты дайындаңыз. Және өз махаббатыңызды қосуды ұмытпаңыз. Ас болсын.